Ал бүгінгі видеоны мен сендерге қай браулердің обновлениеден кейін гаджет өзгергенін айтатын боламын. Бәріне сәлем. Сендермен бірге мен Бравл KZ арнасы. Бүгінгі видеода мен сендерге осы обновлениеден кейін қандай гаджеттер өзгерді. Бүгінгі видеода сіздер соны білетін боласыздар. Ал ендеше видеомызға кеттік. Ал ең бірінші ол бізде гаджет өзгерген Дэрил енді біреу білсе, біреу білмейді. Енді көп адам мұны біреу білмейді. Енді менде болған қазір өкініш бар, гаджет жоқ, сондықтан да мен бұны қазір Дэрилді алып дружкиға барам. Сол дружки играда гаджет береді маған. Ал енді дружки играда оның гаджетін көреміз. Бастық. Енді қалай ойлайсыздар, немене өзгерді бұның гаджетінде? Комментария жазып кетіңіздер, видеоны стопқа қойып. Ал енді мысалы қараңыздар, бұрында гаджетті былайынан жағына тоқтап тұрып қана атса, ал қазір обновлениядан кейін бұның гаджетін жүріп те қолдануға болады екен. Мысалы міне былай көріп отырғандарыңыздай, енді тағы да бірлес көрсетемін, сіздер дұрыстап көре алмай қалған шығарсыздар. Міне мысалы былайынан жүріп те қолдана беруге болады. Ал енді біз келесі адамның гаджетіне кеттік. Ал енді бізде келесі ол Б. Яғни Б-ның несі өзгерді деп ойлайсыздар. Оның яғни гаджетін тоже бәрі біледі. Енді бұның несін кешіріңіздер, мен испытательге кіргетіп, менді жарайды таңдаймыз дружкиға. Ал енді қараңыздар, бұның несі өзгергенін енді өздеріңіз көресіздер. Қараңыздар, бұның гаджетында мына бір қоятын өзгерген. Бұл бұрында кішкентай болатын, қазір уже үлкен болды. Ал енді кімге бұл видеоны лайк басып каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Ал енді сау саламатта болыңыздар.